Аян Зубайра бастаған аға жеңгелерге бір сәлем, музыка маэстро. Жігіттер жет алмай кеткен махаббат. Ойды, билік. Енді мына жерде сол Нұрсұлтан қайнағасының достары дейді. Бұл да енді Нұрсұлтан енді Баянның ағасы ғой, ә? Солай ғой, ә? Өткізіп жібер? Өткізіп жібереміз бе? Просто өткіте берген ыңғайсыз да, просто қанша адамның алдында. Жазып қойған ғой, мен көзім андай жазылмаған жазуды көрмейді, жазған жазудың бәрін оқимын енді. Қайнапалар, қыздар дайындалайықшы. Мына Женейдің қыздары бар ма? Осыларда бір қиқулап қояқшы. Женейдің қыздары. Бірақ деймін, әлі. Дайындалыңыздар ал. Апалар, жезделер дайындалыңыздар. Мынарада спискі көп сияқты. Өзі қыз деген халық ағайын. Қыз деген халық жат жұрттық қой. Я бізде міне бір елдің бір қызын келін қылып әкеліп жатырмыз. Баяғыда әжелеріміз айтады деді. Қыздар келді, әне, қыздар келе жатыр, әне, бір пакетпен, ертең қайтарында 5 пакетпен қайтады деп айтады деді. Өзгерді ол. Қыздар 5 пакетпен келіп, 5 пакетсіз қайтатын болды тойдан, я. Тілекші ғой, екі елдің тілегін тілейтін сол қыздарды мен дұрыстап жезделерді айтайын. Апа жезделер ортаға билеп шығамыз. Айдайы деп шапалағыр отырайық. Жүрсе де түзді елеңдеп, бауырларын аңсаған, ей, апалар келді жеделдеп. Арқа сүйер ардағы, апасы оның бардағы, алтын апа десетін, жылулығы есетін. Қысылғанда олар кесіп, ақыл кеңес беретін. Құс қанатын көтеріп, ұядан ұшқан жат елге, қыз деген шіркін жақсы ғой, қарасып тұрар төркінге. Ата алмай қатардан қалғандар бар ма өзгеңіз? Шақырылған кісілері ұялмас шағын көздеңіз. Қалтарысы қалдық деп кеулер ренжіп кетпесін. Құрметпенен 10 сәлем, апалар менен жездеміз. Құрметпенен 10 сәлем, апалар менен жездеміз деп той төріндегі барша апа жезделердің құрметіне ақ келіннен 1000 сәлем дейміз. Ал қайнапалары жезделері, Мәдинаны бүкіл халық танима дейді. Әсемгүл, елеусіз едіге Татьяна, Асқар, Айымхан, Алтын, Құлпыбай, Алмагүл, Ақназар, Шолпан, Тимур, Айман, Әнуар, Құралай, Сәбит, Гүлсайран, Мейрамбек, Гүлзат, Дархан, Гүлнұр, Ерғазы, Райгүл, Сәбит, Гүлмира, бері қарай келмейма, Әлислам, Гаухар, толғаныз көрмейма, Гүлжанат пен Гүлзүй Мұраттар іздеріне ермейма деп қояйын. Ал, апа жезделер той құтты болсын, кеттік, музыка маэстро. Билеп. Ей, билесей, жездеу, билесей. Сосын, ала, келелмей қалған апа жезделер, жалпы тойға, мына биташарға келелмей қалғандар болады ғой ағайын. Я, соның аты аталып ататын яқта. Өзі жоқта бірақ. Сондай кісінің орнына мүмкіндік болса ақша сал жіберген ағайын өте сауап екен, я. Сауап жинап отырыңыздар деп алдым, я. Жиендер дайындалыңыздар. Айгүл жеңгем бар ғой. Келіп сәлем берсін, сосын мен сал жіберейін. Қайнағасы Үкібай мен Мира мінекей қалып қойған. Я, келінжан саларын қой салып қойған. Арнайлап мен бір рет айтайыншы, сәлеміңіз бар шығар, соларға алып қойған дейміз. Я, мінекей қайнағаларына арнайлап бір сәлем. Сосын братша, сіздің есіміңіз кім еді? Нұрсұлтанға бір дұрыстап тұрып 4 рет сәлем салыңдаршы. Айгүлді елдіргісі келіп тұр ол, я. Ал енді жиен дегендер дайындалып отырыңыздар. Бөлелер болса, бөлелерді де қосып айтып жіберейін бірден, уақыт алмай. Бөлелерді дайындалып тұрыңыздар. Айдайы
жағыңнан басқадан мені естіп тұрған жоқ сияқты осы. Ей, апаңнан туған жұлдыздар, келіп тұр өсіп ұл-қыздар, осылар менен сырласып, ей, туыс боп әркез тұрыңдар. Нағашымның тойы деп жиендер келді жиылып, жас келіннен бір сәлем, ей, дәметіп тұр ғой қиылып. Айтып айтпай не керек, бөлелерде баршылық, өздері келіп көрінсе, ей, болмайды ешбір қайшылық. Көтеріліп шаңырақ, керіліп жатса кереге, құрметпенен сәлем салу, тойыңа келген қуанып оу, жиендер менен бөлеге деп. Той төріндегі барша жиен бөлелерге құрметпенен бір сәлем. Жеткерген Айгүл, Жетес, Айгүл, Назгүл, Бақытжан, Шамшат, Дәурен, Еділбек, Айнұр, Ербол, Қырмызы, Азамат, Арай, Мәди, Азамат, Саян, Сезім, Гүлнұр, Асылым бастаған құрметті жиендерге құрметпенен бір сәлем дейміз. Және де барша есімдері аталмай қалған бөлелерге бір сәлем. Ой, бәрекелді, рахмет. Енді кенжеке мынау сіздің достарыңыз жаңа аталармен бірге шығып кетті ма? Шығып кетті аталар. Аталармен бірге шықты ғой, ұжым бәрі, иә? Жаңа ардагерлеріміз бар еді ғой. Кетті ғой, иә, ұят болып жүрмесін деп, мына бола ақшадан өлген қайта-қайта шақырып атыр деп жүр біреуге. Мен негізі мына қайта-қайта айта бермеймін өзі. Тойдың иесін ғана, жаңа кенже көрдіңіз ғой, тойдың иесін ғана бір рет айтам, иә. Просто ақша кімге керек емес, иә. Ақшадан өлген жоқпыз, просто бүгін маған қатты керек болып тұр деген екен бір ағамыз, иә. Той құтты болсын, иә. Енді мына келіншектің қайын-інілері бар, қайын-сіңілдері бар, бірақ олардан бұрыншы Кенжеке аға, осы арадағы сіздің көршілеріңіз артықтау сияқты болып тұр маған, иә. Алыстағы, қазақта бір үлкен сөз бар, алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дейді. Кілем сатсаң көршіңе сат, бір сетіне өзің отырасың дейді. Басың ауырып, балтырың сыздаса, скорыйдан бұрын келіп жағдайың сұрайтын көрші дейді. Жақсылықтарын сатпаған, айқайласып жатпаған, аман болсын көршілер, бірін-бірін мақтаған. Менің осы Кенжекең аман болсын, бұрадағы көршілерден артық, Ақан сері көшесінен көше артық таппаған деп қояйын, иә. Сондықтан ана көршілерді бір дұрыстап тұрып айтайын мен. Алыстағы ағайыннан ардақтау, көрші деген қорғасыннан салмақты, кең дүниені тар етпейтін тарландар қонағыңа үймен берет шарбақты, қызметінде қыла жүрет жан жақтау, келді тілеп жас отауға, әлемдегі бар бақытты балбақ дейді. Балдай бақыт тілек білген жан жақты көршілер толтырып тұрған шарбақты дейміз ғой. Сол көршілерге бір сәлем салып жіберсіз, аттарын атап түстерін түстемейміз. Осы көшенің бойында жалпы базардың айналасында тұратын Жанқожа көшесіне дейін бір сәлем деп қояйын. Барша көршілерге бір сәлем. Апа, сіздерді келін алыңыздар, күшті билеңіздер. Көздеріңнің көркем ай, әнім сенсің ертем ай, ертем ай, ертем ай. Рахмет. Молодец, аман болыңыздар. Аға, нарада жерде жоқ, мен көшіп білсем деймін. Сол төрт көршінің татулығын тілеймін. Төртеу түгел болса төбедегі келеді дейді. Құдайға шүкір, сол төрт көршіңіз аман болсын, бар болыңыздар, бай болыңыздар, бір-бірлеріңізден сыйластықтарыңыз ажырамасын. Мына көрші деген халық дұрыс қой. Аға, жаңа үйге той жасап жатсыз да, мен көрші туралы айтып кетейін кішкене. Асық жоқ ешкім, бүгін демалыс бәрі нормально. Мына үйге той жасап жатсыз да, ыдыс-аяқ жетпей жатса, көршілерден алып жатсыз ғой, арғы бетте тұратын туысқан үйінен әкелген жоқсыз ғой, кесе, стакан дегенде. Сол ертең той біткеннен кейін стаканның жартысын сындырып, көрпесінің үстіне сок төгіп бүлдіріп апарып береміз. Көршіні арнайы шайға шақырсақ шақырамыз, шақырмасақ айтамыз, той саған жұғысты болсын деп талтайып тұрып айтамыз да. Осы той тойханада болса, көршінің үлкен жасына қарамаймыз біздер. Көршіге ең тойхананың төменгі жағынан орынды беріп қоямыз. Сосын тілекті ең соңына қойып қоямыз. Көршілер тойда отқан тамадыдан орын сұрамай, төменгі жақта орын аңғайланып тұрады, орындарын біледі, олар қай жерге отыратынын. Арасында сосын үйіне барып келіп жатады, бізге тілек соңынан келеді деп сиыр сауып келеді ауылдық жердегілер.
Сондықтан да мен айтайын, көршілер аман болыңыздар. Әрқашанда бастарыңыз төрден болсын дегім келеді. Бір-бірлеріңізді қадір тұтыңыздар, құрметтеңіздер. Алтынның қолда барда қадір жоқ деген сөз бар ағайын. Тойларыңыз құтты болсын. Енді келіншектің мынау біздің үйленіп жатқан Батыр Баянның інілері, Қаракөз ізіне ерген қылықты қыздарымыз, қарындастары аман болсын дейміз. Шапалақ ұрып тұрайық жастарға. Ей, қайда ғана тұр екен келіншектің қайнысы, көрейікші түрлерін. Ей, қайнысы деген қай кісі, қайныларың қорғаның, қайын қалды орманың. Сен де абысын боларсың, ойластырсаң сол жағын. Ең кенжесін баланың ата-анасы әлпештер, әсіресе қыздарды сылап сипап келпештер. Қайын сіңір дейміз бикешті, жоқ қой бірақ бір міні. Қуғыншы болып барасың, қашып кетсе бір күні деп сол қашып кететін, алып қашып келетін қайын сіңілдеріңізге ақ жеңгейден ақ сәлем дейміз. Гүлденбек, Нұрлыбек, Әлібек, бұлардың атының бәрі өзгереді ертең. Гули, Нури бол бия. Гүлназ, Ақмарал, Айлуна, Ерасыл, Аяулым, Жанел, Дамир, Сұлтан, Сержан, Арсен, Нұртөре, Ақбота, Асима, Мақсат, Аружан, Аяжан. Бірден мал баламыз ау дейм, Құдай көпсінбесін мынау я. Ұлжан, Сырым, Аяру, Мәдина, Оңалбек, Аяла, Аяна, Бекс, Байсұлтан, Балсұлтан, Алмаз, және де Аягүл есімді құрметті Қаракөз қарындастарға, қайнылерге бір сәлем салып қойыңыз. Айта беруің сөзім, сұлулап қара көзім, сұлулап қара көзім. Ей, анау тұрған жағалай, ей, шарбақта тұрған жағалай, Батыр Баян достары. Шарбақта тұрған жағалай, Батыр Баян достары. Барма достар, айқай шу қайда? Ей, шарбақта тұрған жағалай, Батыр Баян достары. Барлығы да қазалының үміт күтер жастары. Сол достармен бірге жүрген Баян менен Ақботаның ашық болсын аспаны. Көшелерді шулатып бұлар жүретін, осы тойдың қыр сырында білетін. 2003-терге арнайлап бір сәлем есігіңді теуіп ашып кіретін. Ей, осындай дос осы арадан табылсын, достық оты мәңгілікке жағылсын. Айдос бастаған достарына бір сәлем, тойдан кейінгі сабыраздарынан қағылсын деп қояй мінекей. Айдос бастаған біздің мінекей Батыр Баянның барша кластастары, жора жолдас, құрбы құрдастары, ізіне ерген бір жас кіші, екі жас кіші інілері, алдындағы араласатын ағалары, сосын бүкіл Қытай деген районға бір сәлем. Қытай деген район бар, сол Қытай деген районды бастап Батон деген ағасы келіп тұр, соған қазақша бір сәлем салып қой. Той құтты болсын, Батонға бір сәлем. Тойың құтты болсын, Батон. Әнілерің аман болсын. Ай, красавчик. Болса жігіт Батондай болсын я. Бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы я. Мен баяғымызда ақшаны көп салатындар жақсы көрем өзім я. Батон екеуміздің қарым қатынасымыз бар, сыйластығымыз бар я. Шыққаннан кейін жарсын қайтып болады қа ол я. Қалжың бай ойнамайды. Қаяққа келдік, ұмытып қалдық қой өзі. Ақша көрсек періште жолдан таяқты бет, не істеп тұрғанымыз ұмытып қалдық. Қамшытап тұрған баланы айтайын бір, қараш тұрсын қараңыздаршы, мәз, осы. Ей, қамшы ұстап тұрған жігіт мықты адам. Бұл жігітті талай халық құптаған. Көрмейсің бе келін жан, қармақ салған орыстардай қақиып қамшы ұстаған. Ей, мәз болады маған сәлем салды деп, қалтасын қой қарағысы кеп тұра, не қаяқшамды қай қуыстан табам деп. Көмекші болып мағандау, болып тұрған дирижер, еленбет ау деп еңбегім былай шығып, қарт сұрап миымды менің жеп жүрер. Қамшы ұстап тұрған қайныңа, айналайын ақ келін ашиын, сәлем бер жібейін. Стоп, ашиын деп атын. Ой, сап қоя. Білсема бұл?
Мітса ма? Мітсаларға әшейін алып берейік, ертең ұстап алып жүресің. Байқамай ғайып болып кетсең бітті ғой, біз тойда ішіп жүреміз постоянно. Тағы да бір сәлем салып қойшы. Әшейін сәлем алып едім, сонда да салып жатыр ақылдай. Жұлдызың органдас дейді деп жатыр ғой, ел халықтың қамы. Біз сендерге сеніп ұйықтап той тойлап жүріп осы тұрғанда. Мен айтайын дегенім, жұлдызың жарқырай берсін. Басың аман болсын, Главный. Айдос деген жігіт бар жанып тұрған, айналада демеу болып қалып тұрған, халық тұрған. Айдостай красавчик аман болсын, Беташарға тағы да шақырса деп салып тұрған дейіне. Мен қайталап айтсын депті Айдосқа. Айдосқа бір сәлем алып берейінші. Абдулла, вай Абдулла. Абдулла, вай Абдулла. Мен едім өлеңді құрап алған. Абдулла. Мен едім өлеңді құрап алған. Бақыт деген әр кезде тұрады алдан. Айдосқа тағы да бір сәлем беріп қой, батоннан 2000 теңге сұрап алған деп қояйын. Айдос мен қаным ішкен оқушым ғой мектепте. Жыбыр, өзі красавчик жыбыр бұлай. Көшеге күнде шығады, біздер мұғалімдер кешінде ендіға шығамыз ғой. Мен шыққан күн осы Айдос ұстап алам ғой көшеде. Сонда Айдосқа бір сәлем. Ой, Айдосына тойға шашылды, қайтып берем ғой қазір жарына. Мен жаңа оқушыларын қаужап күн көріп жүрген ағайымыз деп ойлап қоймаңыз я. Той құтты болсын ағайын. Енді Беташар болды ғой, ешкім қалып қойған жоқ қой, аяқтайын. Ал халқым сөзді тыңдасаң, Беташардың соңында ашайын жырдың парағын, білдіріп көпке жайымды тегімнің ашып тарауын. Өнерге қосқан топырақ қасиетті аралым, қоныс тепкен сыр бойын аман өткел дейтін ауылда туып өскен баламын. Руымды сұрасаң, жетірудың ішінде телеуінен тарадым. Есімім менің ер жігіт, өнерді қуған баламын. Алдыңа келдім ағайын болғасын таудай талабым. Жалғап өткім келеді дәстүрін ата бабаның. Тойыңа келіп сондықтан қызмет болса, келіннің бетін ашуға рұқсат. Мына келіннің беті ашылып орамал тартылып жатқан уақытта айналайын бақытты бол, келген жеріңе тастай батып судайсың, көсеген көгерсін деген жақсы тілектерді ағайын іштей тілеп отырайық. Мынау тілек қабыл болады. Аллах тағаланың өзі айтқан ғой, менен сұраңдар дейді, сұраңдар дейді. Сондықтан да Алладан сұрайық, осы балдардың махаббаттары мәңгі болсын. Апа, есіміңіз кім? Мына келін естісін да бетін кім ашайын деп орамалды кім тартайын деп жатқан? Есіміңіз? Менің есімім Әдия. Осы үйде жақын келінімін. Сіз келін емессіз, сіз анасыз осы әулеттің. Келіндер міне. Сіз неше жыл болды осы әулетке келін болып келгеніңізге? 50 жыл болды. 50 жыл болды дейді. Бір қол соғып қойыңыздар, шығараңыздар ағайын. Осы ана жас келінге осы апамның жолын берсін, Әдия апамыздың. Апа, сізге бетті ашқан уақытта 50 жыл бұрынғы өзіңізді көресіз. Келін 50 жылдан кейінгі өзін көреді десем, кеттік. Орамал тауға ұрсат, ағайын бір шапала құруға жарайын. Кішкентай қыз ғой, Файт-фай, құтты болсын. Осы кішкентай келіндеріңіз үлкен ана болсын, кешеге. Той құтты болсын. Енді ағай мына баласы келіншек әкелем десе, анасы толғатады екен ағайын. Анасының толғағы дейді, бет орамал деп жатады, той көрімдік деп жатады, әр жерде әр түрлі айтады ғой апа. Соны енді хабарлап жіберіңіз.
Мына келінген келініміз құтты болсын, болашақтары жарқын болсын, балаларымыз осы елдің алдында үлкен азамат болып, көз қуанышымыз болып, қуаныштарыңыз әрқашан жалғасын тауып, жақсылықтарыңыз жалғасын тауып, қуаныштарыңыз үзілмей, ырзық несібелеріңіз бол, осындай тойлайтын тойларыңыз көп болсын. Мынау толық аттуымен орамал байғасында 20 000 теңге ақшамыз бар. Hep бәрекелді, таласпай, тармаспай бөліп алайық, бәрін еждеп түсіп. Енді бұлай қылайық. Мына, мен ортаға Батыр Баянды шақырайынша. Батыр Баянға бір шапала құрайықшы дұрыстап. Сен Батыр Баян сияқты емес келатсың сен, жай қош. Көз алдыма Батыр Баянды елестетіп тұрған жоқ мен. Батыр Баянның күйнасын көрдің ба сен? Көрген жоқсың ба? Сен соны көр. Сен соған ұқсасын деп қойған атын. Ана жерде Нарман Баян сияқты кел. Бүкіл Абылай хан әскерін жинап кетіп бара жатқанда батыр ғой, батыр. Анаяқтан мен соғыс алмай неге елге қайтам деп Батыр Баян бүрі шауып кеткен ғой кинода. Енді саған burada ат жоқ енді. Қолын көтеріп бір сен бүгіннен бастап бір шаңырақтың иесісің. Бір шаңырақтың тірегісің. Сондықтан да бір бит нормально кел, Батыр Баянға мына шапалақ дұрыстап ұрайық ағайын кел. Красавчик. Қолыңа қондырған құсың құтты болсын. Қазақта үлкен бір сөз бар. Ер азаматтың астындағы аты жақсы болса бір бақыт, алған жары жақсы болса 1000 бақыт дейді. Мынау ақ ботаң басыңа қонған бағың өмірлік жарың болсын. Екеулерің ұстаған қолдарың ажырамай, үбірлі шүбірлі болыңыздар. Дендерің сау болсын. Келер жылы ағайындар осы былтыр Баянды үйлендіріп едік, сол үйдегі келін босаныпты деп шілдехана тойға келейік дегендер бір шулап шапалақ ұрып. Сосын менің қолымда спискі жазылған дәптер тұр. Бұны Ақботаға берейін. Ақбота, той бітеді ғой, бәрі қайтып кететін ағайыннан. Папа қалады, мама қалады үйде, өзіміз қаламыз ғой. Сосын бәрі тарқағаннан кейін ана ішіндегі ағайындар жаймен ашып сұрайсың Баяннан. Мынау кім, қаяқта тұрады? Мынау кеше 500 теңге салды ғой. Мынау 2000 теңге салды, күшті тұрады екен. Бәрін біліп аласың. Енді мен Батыр Баянға қамшыны берейін. Келесі жылы ат жалын тартып мініп, қолына қамшы ұстайтын ер бала дүниеге келсін ағайын. Қамшың құтты болсын. Енді ер азамат өзі ант береді ғой. Бұл әйел Алланың еркекке берген аманаты. Аманатқа қиянат жасамау керек. Әйелді еркектің қабырғасынан жаратқан дейді Аллах тағала. Баян, сен білесің ба, қабырғаның түзеуі болмайды, қабырғаның бәрі қисық. Сол қабырғаны түзетем деп ұрсан, қабырға сынып қалады екен. Қабырғасы сынған еркектер қисайып қалады екен бір қапталына қарай. Так что түзеу жүру үшін екеулеріңіз тату болыңыздар. Сырттарыңыздан қараған ағайын, сырттарыңыздан көрген жандар, шіркін-ай, мынау кімнің ұлы мен келін екен деп сүйсініп, қызығып, қызғанып қарайтындай отбасы болсын деген біледі. Қолыңа қондырған құсың құтты болсын. Келіннің қасына бар, бүгіннен бастап сенікі. Абысындары, жіберіңіздер, жабысып қалған екенсіңдер. Құдай бар болса, өмір бақи сөйтіп жабысып қалыңдар. Енді бата алып берейін, ағайын. Батаны бізге ата керек. Бата керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қол жайыңыздар, ардақты ағайындар. Құрметті тойға жүрген қауымдар, бүгін Көпсікбаев пенен Ниязовтың үйінде үлкен той болып жатыр. Екі той қабат болып жатыр. Екі той қабат болсын деп жатыр ғой. Мінекей жас келін келіп, мінекей қуаныш болып жатыр. Бәріміз де ризамыз. Мына бетін ашқан балам, рахмет, бала шағаңа рахмет, тараптарың оң болсын. Әр уақытта осындай түкел жете бер. Мен бата берейін, үстем болсын мерейін. Мажандарың аман болсын, тең өссін. Немереңіз көп болсын. Ақбаянның ұл баласы 10 болсын, қыз баласы ошақты болсын. Құдай жекжат туған туысқандар, ағайын, көрші көлем, бәріңізге де рахмет. Айтқан тілектерін бәрі қабыл болсын. Ләхи, әумин. Көке, құр қолға бата жүрмейді, нардан парт беріп қойайыншы, Анарда Женейдің Апчаковский шалдары бар. Жаймен бөліп аласыздар ғой өздеріңіз. Сосын ағайын,
мен осы 2007 жылдан бері осы халыққа қызмет етіп тамадылықты алып жүрдім да, содан бері анауғы заказ қабылдаған дәптерлерді санап отырсам, осы кезге дейін 2000 жылдан бастап 486 қызды ұзатыппын. Соның ешқайсысы қайтқан жоқ. Бір-екеуі бар шығар, бірақ олар айтқан жоқ маған. 613 келіннің бетін ашыппын. Соның ешқайсысы мінекей, мен бетін ашқан келіндер ұл табат болмаса қыз табат деген екен бір ағамыз. Мен айтайын дегенім, мына тойларыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз құтты болсын, осы әулетке тойға келейін. Енді менің де балам үйленсе деп үйінде бір сұр бойдағы бір апалар бар ма? Үйлендіре алмай жүрген орамалды соған берейін деп едім ғой, ырымдап. Қақта? Сіз ба? Так. Балаңыз нешінші жылға? Нешеде, жасы нешеде? Ой, сіз былайынша алып алайын тұсығы орамалды. Баласын бәрі үйленген бұл. Нешеде? 30-да әлі үйленбеген ба? Балаңызға той жұғысты болсын андай. Сосын мынаны бар емес па? Мынаны балаңызға алып барыңыз да кешкісін осыған балаңызды орап тастаңыз. Азында келіншек алып келеді, просто апарып тастамаңыз бұны. Балаңыздың үстіне жауып қойыңыз. Той жұғысты болады. Енді ағайын бір бата жетеді ғой, Ал енді құрметті ағайын, былай қылайық, мына шаңырақты қазір жиналып кетуі мүмкін, сондықтан да осы арада естелік суретке түсетін ет жақын ағайындар, ұжымдастар, әкелер, аналар бір суретке түсіп алыңыздар. Сосын келіннің қолынан шай ішем дегендеріңіз үйге, мына келісім бойынша енді мына келін сіздердікі, көрімдік біздікі, мына арадағы оформление, мынау фото, камера, әнші, музыка бәрі осы бейді жатып бөліп өлеміз ақырылығы, сырттарыңыздан қарап тұрсаңдар. Той құтты болсын ағайын, тойда кездесейік. Кенжекеңнің үйіне ағайын тойға келейік дейміз. Ортаға енді бірден беташар бітті деп қайтып кетпеңіздер, Кенжекең қуып шығам дегенше ортада бей болсын деп
екеуміздің арманымыз қалушы еді күнде қанатын. Білесің бе күнін бірақ көңілсіз тұр бұрынғы бақ біз екеуміз бірге баратын. Ауыр жаза екен сағыныш деген жазу арман еді саған күшті өлең жарыса алмай жүрмін жазылышпенен қауыша алмай жүрмін сағынышпенен. Ауыр жаза екен сағыныш деген жазу арман еді саған күшті өлең жарыса алмай жүрмін жазылышпенен қауыша алмай жүрмін сағынышпенен. Саябақта ізгілі жапырақтар күзгіліңді қараушы еді бізді бағылап. Сезіміме бағынышты саған деген сағынышты дәлелдейді күзгі жапырақ. Сенесің бе сенбейсің бе әлі жүресің сенесің бе сырымызды ақтара алмадық. Сол кездерді сағындым мен біз екеуміз барып жүрген бақтан неге бақтап алмадық. Ауыр жаза екен сағыныш деген жазу арман еді саған күшті өлең жарыса алмай жүрмін жазылышпенен қауыша алмай жүрмін сағынышпенен. Ауыр жаза екен сағыныш деген жазу арман еді. Ауыр жаза екен сағыныш деген жазу арман еді саған күшті өлең жарыса алмай жүрмін жазылышпенен қауыша алмай жүрмін сағынышпенен. Анасы да жақсы